Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін ыдыстарды тазалайтын боламыз. Ешқандай азелит, химикатсыз, күш салмай-ақ өте оңай тазаланады. Ыдыстарыңыз осылай жалтырлап, барлық майы, дақтарын барлығы кететін болады. Ешқандай қырнап, жуудың, күш салудың химикаттар негізі өте зиян. Біз табиғи жолмен өзіміз жасап жуатын боламыз. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Енді осылай қайнап тұрған суымызға порошогымызды және де осы теркадан өткізілген кір сабынымызды салатын боламыз. Содамызды саламыз. Толық рецептін описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Осылай кішкене араластырып алыңыздар. Сабынны араласып беру қажет. Негізі өте үлкен ыдысқа істесеңіздер, суын көп құйып, сол кезде ыңғайлы болады кез келген ыдысты жууға. Енді сұйық майымызды құямыз. Осылай кез келген қатып қалған дағы бар ыдысты салып жуа бересіздер. Ыстық күйінде алып, осылай жақсылап ысқылап аласыздар. Тез-тез сүртіп алмасаңыздар, қайтадан қатып қалады кірі. Біздің крышкаларымыз өте майлы, дақтары қатып қалған. Барлығы 1 минуттың ішінде тап-таза болып шықты. Барлық қақпақтарды осылай салып шықтым. Осылай жай ғана губканың көмегімен жақсылап ысқылап шықсаңыздар болды. Негізі азелит, химикаттар өте зиян. Сондықтан арасында айына 1-2 рет осылай жуып тұрсаңыздар болады. 1-2 рет тазалап алсаңыздар, қалған уақытта жай ғана жуып тазалап алсаңыздар тап-таза болып тұрады. Кетпей жатқан шеттерін осылай щеткамен де тазалап алуға болады. Губка тимей қалған жерлерін. Барлығын осылай тап-таза етіп жуып аламыз. Содан соң жақсылап шаясыздар. Осылай ыдыстарыңызды батыра бересіздер. Келесісін жуып болғанша осылай салып қоясыздар. Бізде мына астында қатып қалған майы, кірлерін барлығы тұр. Жай ғана осылай ыстық күйінде губкамен езіп жатырмын. Барлық кірлері өзі ағып түсіп жатыр. Ешқандай күш салмай, қырнамай-ақ өзі кетіп жатыр оп-оңай болып. Осылай кез келген қазан, сковородка, барлық тостақтарыңызды осылай жуа бересіздер. Сәл қатты кетпей жатқан жерлерін қырғышпен кішкене қырып алсаңыздар болады. Барлығын осылай кезек салып шықтым. Мына ыдысымыз жалтырлап тап-таза болып қалды. Барлық асты да, іші де барлық кірлері кетіп. Енді жақсылап шаятын боламыз. Мына ыдысымыз тап-таза болып қалды. Енді бізде қазан, менде қазан қатты кір емес, бірақ асты жағы қатты майлы, соны кетіріп жатырмын. Жай ғана ысқылап осылай. Астыда уже қатып бастап жатыр екен кір болып. Осылай барлық ыдыстарды жуып тазалап шықтым. Енді бұның барлығын көрсетуге ұзақ уақыт кетеді. Сондықтан 1-2 ғана көрсеттім. Тап-таза болып қалды. Өзіме осылай тазалаған қатты ұнайды. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер содан соң. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Күнделікті жаңа рецепттер, осындай лайфхактар